Қазағым, мына масқараны қараңыздар. Біз TikTok'тағы видеомызды қазақшаға аударып қояйын десек, қазақтың тілі жоқ болып тұр. Мінекей, қазір сіздерге көздеріңіз алдарында көрсетемін. Мінекей, загрузка видео. Мінекей, кез келген видеоны алып баса салайық. Далее басамыз. Мінекей, далее басқаннан кейін другие параметрге кіреміз. Осы жерден язык видео дегенді таңдаймыз. Мінекей. Мінекей, выберите язык видео деп тұр. Көрің, осы жерде мен қарадым, қазақтың тілі жоқ. Қол латынша жазылған болсын, қол ағылшынша жазылған болсын, қол қазақша жазылған болсын, қазақтың тілі жоқ. Көрдіңіз бе, осы масқараны көріп, мен қазір ішім удай ашып отыр. Сосын сіздермен бөліспеске ылажым жоқ. Осы менің сөзімді жоғарыда отырған басшылардың құлағына жетсе екен. Ешкімесе өздері сөйлемесе сөйлемей-ақ қойсын қазақшаны. Ешкімесе қазақтың тілін аудармашы бүкіл әлемдік аударма несіне кіргізіп қойса екен. Көрдіңіздер ме? Менің өзімнің TikTok аккаунтымда, TikTok видеоларымда қазақшаға аударып, қазақша жүктейін десем, қазақстың тілі жоқ. Украинша тұр, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Өзбекстан тұр, Қазақстан жоқ. Көрдіңіздер ме? Мен соған ішім удай ашып отыр. Қазақтың тілі маңдайы қара болған, сорлы болған қазағым. Қашан аңданасың, қашан ойланасың, қашан оянасың. 30 жылдан бері ұйықтап келе жатсыңдар ғой, жетер енді ұйықтағандарың. Ояныңдар, ойланыңдар. Жаңа қараңдар, той мереке қылып, тапқаныңды ішіп жеп ойнап күліп жүре бермей. Жаңа қараңдар, айналаның бәрі Қытай мен орыстар басып жатыр. Қытайдың соғыссыз жаулап алу саясаты жүріп жатыр елімізде. Сол үшін ойланыңдар, ояныңдар, қазақтың тілін дамытыңыздар. Біреудің көңіліне қарауды қойыңдар.